Радикалдық контенттің психологиялық әсері ол біріншіден ең жаңағы айтып өткен эмоционалдық ашуда жүрген адамды одан сайын ашуландырып, қараны аққа айналдыру, менмендігін қалыптастыруға өте бейімдеу жоспары болып келеді. Екіншіден, тұлғалық деңгей, жаңа айтып өткендей, біздің отбасылық деңгейде өзін жоғалтып жүрген жасөспірімді тез арада оларға қажет емессің, сен бізге қажетсің. Бір жақтаманы қалыптастырады. Олар сені қаламайды, тек қана ол сені қару ретінде пайдаланып жүр, ал сен біздің ортамызда маңыздысың деген бір түсінікті қалыптастырады. Эмоционалдық деңгейін қалыптастыра алмай жүрген жасөспірімге одан сайын ашу ызасын пайдалана отырып, оның бір әлсіз тұсын пайдаланып, именно сол қасиетін пайдаланып, екінші бір жаққа бір еріксіз бір күшпен әсер ететін туындыны қалыптастырады. Төртінші жағдайда әлеуметтік деңгей дейміз ғой, қазіргі таңда отбасылық жағдайда толық болсын, толыққанды болмасын, болмаса отбасында ата-анадан қолдау көрмейді, я үйінде өзінің бар екенін сезіне алмайтын, мектепте өзінің ортасын таба алмайтын, қоғамда өзінің кіммін, мен кіммін, қайда бара жатырмын деген сұрақтарына жауап таппаған жасөспірімдер міндетті түрде бейімделіп кету қаупі жоғары. Жалпы қорыта айтқанда, бұл жастардың ішкі жарасымен жұмыс жасап, өзіне пайдалана отырып, бір жақты ғана қара ойды ақ қылып көрсетіп, бір жақты ғана мен, олар жаман деген, немесе біз деп, біздің қоғамда сен орның бар, олардың қоғамында сенің орның жоқ деген бір үлкен күшті пайдалана отырып, адамдарды өзінің жүйеленген бір процесіне, идеологиялық несіне тәуелді етіп қою мақсаты.